Оспановтар отбасына бір үлкен уайымның іліккеніне де бірнеше айдың жүзі болды. Жай уайым емес, бас қатырар, қабырға қайыстырар ауыр қайғы. Осы үйдің келіні Балқадишаның бойына үшінші перзент қалай бітті, солай бұлардың бастарына қара бұлт үйірілген. Қалыпты жағдай болса, бұл өзі қайғы емес, қуанатын нәрсе ғой. Қазақтың баяғы заманы баста тұрса, мұндайды ағайын туысты жинап, қарын той жасап та жіберер еді. Амал не, бұл күнде болашақ сәбидің қуанышы айықпас қайғыға айналып отыр. Неге олай дерің бар ма? Соңғы жылдарда шыққан бұл елдің заңы солай. Аспан асты біздікі дейтін астамшыл мемлекет өздері де байқамай халқының санын миллиардтан асырып жіберіпті ғой. Енді тізгінді тежемесе болмайды. Туатын баланың санына шек қою керек. Мемлекет бойынша Қытай отбасына бір бала, қазақ сияқты аз ұлттарға 2 бала. Одан асырсаң, басыңа бәле тілеп алғаның. Қомақты айып төлейсің, қызметіңнен қуыласың, күнкөрістен қағылып қана қоймай. Саясатқа қарсы адам ретінде әр алуан тергеу тексеруден өткізіп, ит терісін басыңа қаптайды. Ұрпақ қамы үшін бұл отбасы оған да көнуге бар еді. Бірақ бұлардың соған қолы жетпей отыр ғой. Бұларды одан да қатал жаза күтіп тұр. 3-ші баланы қайткен күнде де жарық дүниеге әкелмеу керек екен. Бұл елде оның амал айласы көп-ақ, түсік тастатады. Одан уақыты өтіп кетсе, анасының ішінен жарып алады. 2 қабат әйелдер ерекше тізімде. Жасыру мүмкін емес. Жас әйелдерді ай сайын келіп тексеріп тұрады. Болашақ сәбидің көзін құртқанша полиция мен акушер дәрігерлерде тыным жоқ. Не керек, осы заң алғаш шыққаннан бері медиктер жас нәрестелерді қынадай қырды ғой. Алдымен пышаққа түсетін, бұрын мұндайды көрмеген, сақтануды да білмейтін қазақ әйелдері. Ата-анадан, күйеуінен рұқсат сұрау жоқ. Ауыл әйелдерін арбаға тиеп алып кетеді де, 2-3 күннен соң білгенін істеп қайтарады. Ал бұған дейін көп құрсақ көтеріп, жатыры жұқарған әйелдер мұндайды көтере алмай өліп те кетеді екен. Оған жауапкер болатын ешкім жоқ. Аллай, анасынан жарып алған не зорлап босандырған сәбилер іштен шырқырап, жылап түседі дейді. Бірақ оларға да рақым жоқ. Шаранасы кеппеген күйі шұқырға тастай салады. Қытайда бір науқан басталса, оны қостайтын белсенділері де дайын тұрады. Ұранға үн қосып, өзін піштірген еркектер мен жатырын будырып тастаған әйелдер қаншама. Оралбай піштірілген бір еркекті өз көзімен көрді. Әтекке айналған еркектің рухы сөніп, еңсесі мүлде түсіп кеткен екен. Осындайларды естіп біліп, көріп жүрген Оралбай, қарт келіні Балқадиша ауыр аяқты дегенді ести салысымен, қалада тұратын ұл мен келінді бастауышта оқитын 2 қызымен бірге ауылға көшіріп алған. Ауылы алыс еместі. Шәуешектен 10 шақырымдай жердегі жалғыз ағашта. Баласы Қабдырақым содан бері амал жоқ. Қаладағы қызметіне 2 аяқты мотоциклін дырылдатып, ауылдан қатынап жүр. Оралбайдың ойы іске асса, келінін ауылда босандырып, немересін ешкімнің көзіне түсірмей сіңіріп әкетпек. Жеке қожалығы бар. Аумақты қора жайда өздері ғана тұрады. Кейін бала мәселесі сөз болса, Құдай жарылқап, бәйбішемнің өзі туып алды дей салмақ. Апырай, бұл қазаққа төнген зауалдың алдарды бола ма жоқ па? Ана бір жылдары халық коммунасы кезінде үй басы түтін шығартпай, ортақ қазанға телміртіп, бір қорлап еді. Мынасы одан да өтіп кетті. Әйтпесе, ұрлық қалған адамша өз балаңды ел көзінен жасырып, ұрлап тудырды деген не сұмдық? Болашақ ұрпақ жарық дүниеге келмей жатып, пышаққа түсетіндей, ол нәрестелердің жазығы не? Бұл елде көп болса, Қытай көп шығар. Шыңжаңдағы 1 миллион қазақ.
Кімнің қазанына түсіпті, кімнен тамақ сұрапты? Қайта сол ішкерідегі қалың Қытайды осы ел етпен, астықпен қамдап отырған жоқ па? Өз басы жетпеген соң университет бітірген оқымыс толы Қабдырақымнан сұрайды ғой. Ол да задан жарлар жаздап жүрсе керек. Жауабы тым қапалы әрі қысқа болды. Ой, көке, бұл елде миллиардтан астам халық барын жаңа біліп жүрсің бе? Сондықтан бізде адамның бағасы тым арзан, дейді. Түр тұлғасы әкесінен аумай қалған 30-дың ішіндегі жас жігіт. Мәселен, кассада 1000 миллиард доллары бар. Бай адам 1 теңгені ақша деп санай ма? Бұл да сол сияқты. Қытайда адам көп, жер тапшы, дүниеге артық ауызды әкелгісі келмейді. Ендеше өз Қытайын шектей берсін, қазақта несі бар? Дейді ұлының жауабына көңілі толмаған Оралбай. Менің немерем Қытайдың ырысын шеме? Не істейсің? Заң жұрттың бәріне ортақ. Әсілі Оралбайдың тұрмыс күйі жаман еместі. Ана жылы осы маңайдағы қалың Тортуыл Қазақстанға қопарыла көшкенде, бұл Үрімжіде оқитын жалғыз ұлына қарайлап, өз қыстауынан қозғалмай қалып қойғанда. Елден айырылып, құлазып қалғаны болмаса, мұндағы тірлігі жаман болған жоқ. Алды-артына қарамай, асығыс көшкен елдің жұртында көп мал, дүние мүлік қалмады ма, сол ең қалған дүниеден біраз дәулет жинап алған. Кейін реформа тұсында өз алдына жеке қожалық құрып, дөңгеленіп байып алды. Байлықты қошы, тәйірі, дүние қолдың кірі. Ендігі арманы сол дүниеге ие болатын мұрагер немере сүю. Шүкір, қолдары құр емес. Қабдырақымның үймелі-сүймелі 2 кішкентай қызы бар. Үлкені 5-де, кішісі 3-де оқиды. Алайда қыз бала жат жұрттық қой. Әзірше сенің балаң болғанымен кейін өз өрісін тауып кетеді. Дегенмен Алла тағала осы жолы Оралбайдың тілегін беретін сияқты. Жақында Қабдырақым келіншегін қаладағы таныс дәрігеріне ертіп барып, УЗИге түсірген екен. Іште қошқардай ұл жатқан көрінеді. Тәңірім-ай, кішкентай Шүметайы әлден ақ көрініп тұр дейді. Соны естігендегі Оралбайдың қуанышын айтып сұрама. Дереу бір ақсарбасын айтып сойып, бір үйлі жан кішігірім той жасаған. Бірақ осыдан кейін ақ Орекеңнен маза кетті. Енді ол болашақ немеренің өмірін сақтап қалудың әр алуан жолдарын ойластыра бастаған. Бір інісі мен қарындасы ана жылғы көшпен бірге Қазақстанға өтіп кеткен. Анда-санда хат келіп тұрады. Айтыстарына қарағанда шекарадан тым алыстап кетпей, мына тұрған Үржарға қоныстанған көрінеді. Енді міне олардың да бір кәдеге жарайтын кезі келді. Оралбай шамасы келсе, келіннің айы күні жеткенше ұл мен екеуін арғы бетке асырып жібермек. Сол үшін Қабдырақымға өзі айтып отырып, туыстарына хат жаздырды. Солар жедел түрде Балхадиша мен Қабдырақымға шақырту қағаз жіберсін деген. Екеуі аман есен арғы бет асып, Оралбайдың немересі ата жұртқа барып тусыншы. Бәлем Қытайлар не істей алар екен. Содан бері де 2-3 айдың жүзі болды. Шақырту деген пәлесі келмей жатыр. Сақтық үшін туыстарына ұл мен келіннің жедел жолаушылау себебін ашық айтпағанды. Ондағылар арқаларын кеңге салып, күзге дейін бір келер деп отырма, кім білсін. Ал таяуда жазған хаттарында бұрынғыдай емес, қазақ өкіметі шақырту алуды қиындатып жіберді. Бір кісіміз Астана жақта сол қағаздың соңында жүр депті. Ашқа тартқан кешке тартады деген осы да. Оралбайдың ойынша сондағы қазақ өкіметі шеттегі қандастарына салғырт қарайтын сияқты ма қалай? Ана жылы баланы шектеу заңы шығып, Қытайлар іштегі нәрестені шетінен қырып жатқанда, Қазақстан өкіметі қазақ салтына әрі адамшылдыққа қарсы бұл заңға наразылық білдіріп, өз қандастарына ара түседі екен деген бір дақпырт сөз шыққанды. Бірақ ол үміт ақталмады. Шыңжаңдағы 1 миллион қазақтың жас төлін Қытайлар көктей орып жатқанда,
бір ауыз сөз айтуға жарамады ғой. Қаупің неден болса, ажалың содан деген ғой. Сөйтіп жүргенде Оралбай отбасына аяқ астынан қауіп төніп, іс шатаққа айналды. Қанша жасырғанмен бұл күнде кімнің аузына қақпақ боласың? Оралбайдың да өзіне жетерлік бақ күндес қаскөйлері де бар болатын. Бар болсаң көре алмайтын, жоқ болсаң бөліп бере алмайтын сол баяғы қазақ. Қаланың бергі Қарадөң жақ шетінде бір алып-сатар танысы болушы еді. Таныс болғанда ит қасынасқандай сауда-саттық байланыс. Бір күні көкке шыққанды сылтауратып, қасына әйелін ертіп, сол келе қалыпты. Оралбай сыр алдырмай, етін асып, арағын құйып, күтіп аттандырған. Олар айы күні жетіп отырған Балқадишаны көрді әрине. Үшінші баланың заңнан тыс екенін іштеріне түйіп қойды. Не керек, солар аттанып кеткен соң, арада 2-3 күн өтпей, қала жақтан бір топ адам сау өте түсті ғой. Сөйтсе әлгі алып-сатар тыңшы көрінеді. Қытайда ежелден бері келе жатқан баужа тәртібі бойынша әр 10 үйге бір тыңшы қойылатын бір тұтас жүйе бар тұғын. Сірә сол жүйе әлі де жұмыс дейтін болса керек. Келгендер 2 Қытай, 1 қазақ. 3-тің бірі әйел екен. Олар тақ бір ұрыны қылмыс үстінде ұстағандай қаһарына міне келді. Қалалық туыт бақылау комитетінен келдік дейді. Ұрсу, зеку, қорлау өз алдына. Балқадишаны дереу қалаға апарып, ішіндегі баласын жарып алмақ. Бейне баланың иесі солар сияқты. Қабдырақым қаладағы жұмысында болатын. Оралбай қазіргі саясатында да мыналардан құтылу оңай болмасын да біліп отыр. Алайда жорта білместікке салынып, ауылдың оқымаған қараңғы шалының кейіпіне кіріп алды. «Ау, сендердің қандай хақыларың бар менің немеремде?» деген даусын көтере кіжініп. «Менің келінім қанша бала туса да өз ерке емес пе?» Мұның айтқан сөзін тілмәш қазақ қытайшаға аударып, сонан соң олардың сөзін бұған қазақша түсіндіргенше біраз уақыт өтті. Сол баяғы 1000 рет естіген жарапазан. Мемлекет саясаты, ұлттар теңдігі. Оралбай бәрін біліп тұрса да, өп-өтірік түсінбестікке салып тұр. «Өзге жұртты не қылсаң да өзің біл. Менің немеремде шаруаларың болмасын. Мен балаларымды өзім бағып қағамын. Өкіметтен көк тиын көмек сұрамаймын. Отбасын асырауға малымда жерімде жетеді», деп қасарысып тұрып алды. Бұл аралықта дәрігер әйел Балқадишаны оңаша бөлмеге апарып тексеріп жатқан. Бір уақытта далаға шығып, «Іштегі нәрестеге 7 ай, босануына әлі 2 ай уақыт бар», деді топ бастығына баяндап. «Бәрібір анасын қалаға кету керек. Баланы жарып алғаннан басқа амал жоқ», деді орсақ тіс Қытай дәрігері қатулана сөйлеп. Бұл кезде енесі айт бүбімен қолтықтасып, Балқадиша да далаға шыққан. Бәденді жас әйелдер 2 қабат кезінде толысып, тіпті әдемленіп кетеді ғой. Балқадишаның да сондай бір нұрлана толықсып тұрған шағы еді. Тек қарақат көздерінде қорқыныш аралас үрей бар. «Тәңірім-ай, 2 қабат әйелге ішіндегі балаңды жарып алам деп таптап бергенді кім көрген? Мұндайда да зорлық болады екен. Қабдырақымға телефон соқтым, ол да келіп қалар», деді Балқадиша атасының қасына келіп. «Қорықпа, балам, мен тірі тұрғанда ешкімде сені бұл жерден әкете алмайды», деді Оралбай әлденеге тас бекініп. Сонан соң дәрігерлерге бұрылған. «Былай істейік, сендер осы баланың орнына маған айып салсаңдар қайтеді? Бір бала қанша тұрады өзі? 2 есе бағасын төлеп сатып алайын», деген шын ниетімен. Оның сөзін аударма арқылы ұғынған Қытай дәрігері бірден бас тартты. Алдымен қазақ шалының қараңғылығына үшеуі қарқылдап күлісіп алды. «Жоқ, болмайды», деді топ бастығы түсін суыта басын шайқап. «Баланы сатады, біздікі бас кетеді, ондай заң жоқ.
Осы мезетте қала жақтан мотоциклін дырылдатып Қабдырақым да жетіп еді. Оған да оңай дейсің бе? Өң түсі қашып, құр сүлдері тұр. Сен мыналармен өз тілінде сөйлеші, деді Оралбай баласына жігер бере сөйлеп. Келінді қалаға апарып 7 айлық баланы жарып алмақ. Өздері мынаған көне ме екен? Балхадиша осында аман есен босансын. Сонан соң баланы қайда кетсе де өздері білсін. Қабдырақым дәрігерлермен қытайша балдырласып, недәуір ұзақ сөйлесті. Әйелінің баланы жарып алудан қорқатынын, соған байланысты әкесінің өтінішін айтып жатса керек. Осылайша екі жақ біраз ырғасқан соң, ақыры дәрігерлер әйелді үйде босандыруға мақұл болды. Аттанарда топ бастығы Оралбайға бұрылып: «Ақсақал, сіздің сұрауыңыз бойынша келініңізді үйде босандыруға келістік. Бірақ оған дейін сіздер жақтан мала-матам болмасын. Туатын күні жақындағанда біз қаладан дәрігер жібереміз», деді қысық көзі қитарлана түсін суытып. Сонымен қаладан келген жаналғыштар аттанып кеткен. Алқымнан алып қысқаштай қысқан рақымсыз қолдан босанғанда үй иелері аз да болса тыныстап қалды. «Шалау, не білген ойың бар? Көзге көрінген соң ол күшікті көзін қиып өкіметке қалай бере салмақсың?» деді манадан бері сөзге араласпай үнсіз тұрған Оралбайдың бәйбішесі Айтбүбі. «Шұрқ етпе бәйбіше, бала олардың қолына тимейді. Ол туралы менің бір ойым бар», деді Оралбай сол түнерген қалпы артық сөзге бармай. Бұл анығын айтқанда бала көтерілгенше дөңбек жол табады дегеннің кері еді. Алдан күткен рақымсыз апатты бір күнде болса созу. Рас, Оралбайдың көңілінде түрлі жоспар бар. Оның қайсысы жүзеге асарын бір Құдайдың өзі білсін. Басы айналып, миы шатса берген соң, бір мезет ауыр ойдан сейілгісі келіп, атын ерттеп мінді де, егін арасындағы суыртпақ жолдармен жоғары тау бөктеріне қарай жүріп кетті. «Ойпырмай, мұндайда зорлық болады екен», дейді ой қиялы бәрібір ұрпақ мәселесінен алыстамай. Бұл өкімет малды алды, жерді алды. Енді сенің үй ішіңе билік жүргізбек пе? Сенің қанша балаң болуы керектігін солар шеше ме? Әйелдің ышқымымен алысқам, бұл не деген бәтуасыз адамдар? Сонда Қытайдың саны артып кеткен екен деп, Оралбай үрім бұтақсыз, мұрагерсіз қалуы керек пе? Жоқ, оның жөні келе қоймас. Бұл осы жолда өлсе өлер, бірақ немересін қолдан шығармас. Әйгілі құсбегі осы өңірге аты мәлім саясаткер марқұм әкесі Оспан айтып отырушы еді. Адам түгілі құс екеш құсты өз ұрпағын сақтағысы келеді деп. Ол бір жолы мынадай кереметті көріпті. Мына өрдегі Абдыра аңғарында Бекқара дейтін жалама жартасты биік шың бар. Қанатты құстан басқа ешкім шыға алмайтын сол жартасқа бүркіттер ұя салады. Бірақ саятшылар қай жартаста қандай ұя бар екенін, оған қай қыранның жұмыртқалағанын бәрібір біліп жүреді. Әсілі барқытбел қырандары ақпан наурызда жұмыртқалап, ұя басар оны 40 күнде шайқап, сәуірде жұмыртқасын жарып, мамырдың аяқ шенінде балапанын ұшырады. Міне, соның бәрі құсбегілердің есебінде. Әкесі Оспан жыл сайын белгілі бір ұядан балапан алып жүреді екен. Өзінде де бір-екі бүркіт бар. Артығын бай мырзаларға тарту етіп пайда табады. Жыл сайын ұядағы ұрпағын құтайтпайтын Оспанды ұябасар мен шәулі қыран да танып алса керек. Бір жолы беліне арқан байлап ұяға түскен Оспанға қос қыран алма кезек шабуыл жасап, қанаттарымен қағып, тұмсықтарымен шоқып, балапанын алдырмай қояды. Ал келесі жылы не істеген дейсіз ғой? Құсбегі ұяда жатқан 2 жұмыртқаны дүрбімен көріп, сырттай иемденіп жүргенде, ұябасар мен
шәулі қыран жұмыртқаларын басқа бір жаққа алып қашып кетеді. Қалай? Бұлай болуы мүмкін бе дейсіз ғой? Мүмкін екен. Әлде қайдан тауып әкелген, не өздері алып жеген аңның терісіне әрқайсысы бір-бір жұмыртқадан орап алады да шеңгелдеріне қысып тау айналып басқа бір жаққа ұшып кеткен. Біреу айтса сенбес еді. Бұл оқиғаны тауда бүркіт салып жүрген Оспан өз көзімен көріпті. Әкесінің осы әңгімесі есіне түскенде Оралбай бейне бір жаралы аңша ышқынған дауыс шығарып қинала күрсінді. Апырай, тілсіз үнсіз құсқырлы болмағаным ба? Отымды өшірмейтін жалғыз немеремді сақтай алмасам, бүйтіп жер басып жүргенімнен не қайыр деген қасіретті сөз аузынан қалай шығып кеткенін өзі де аңғармай қалды. Бір уақыт алдағы Барқытбел биіктеріне көз жіберген. Қазір шіліңгір шілде. Қай жағыңа қарасаң да таудың бұл бөктері ұзатылған қыздай малынып тұр. Мынау күркіреген даусы Қозыкөш жерден естілетін Қара үңгір өзені. Одан шығыс жаққа бет алсаң, 2-3 белдің астында Абдыра аңғар. Бәрі де өзі туып өскен өлке. Жазда жайлау қызығын көрсе, қыста әкесіне еріп, аң қарап бүркіт салған жерлері. Қазір соның бәрі жат қолында. Осынау Құлыстай өлкесіне симай отыратын қалың ел ана жылы небәрі бір айдың ішінде ата жұрт Қазақстанға қопарыла көшіп кетті де, олардың орнын ішкеріден келген жаңа қожайындар басты. Ол келесі сәтте назарын батыс жаққа аударған. Бұл да өзіне етене таныс жерлер. Сонау көрінген Ақшоқы биігі. Соның қойнауынан Қаракітат өзені ағып өтеді. Мемлекеттік шекара сол өзеннің дәл іргесінде. Ақшоқы бөктеріндегі сонау бір ағараңдап көрінген Жаманты заставасы. Осы арадан тура жүрген кісіге 10 шақырымнан аспайды. Оны жақсы білетіні 1962 жылы осындағы ел жапа тармағай Қазақстанға көшкенде Оралбай туыстарын арбамен ұзатып салған. Сол жолы Жамантыға дейін барып қайтқаны есінде. Сол кезде қалың көш жалғыз Жаманты емес, 150 шақырым шекара бойындағы Бақты, Ергейті, Еміл, Шағантоғай қатарлы 5 заставаның тұсынан өтті ғой. Әр заставаның тұсынан 2 шақырымдай шекара сымнан жинап тастаған. Оралбай інісі мен қарындасын Ақшоқының бөктеріне дейін шығарып салып, Қазақстан жерінде жарым күндей жүрмеді ме? Айтып сойылған малдың етінен ауыз тиіп, ата жұрттан дәм татып қайтқан. Сондағы басының әңкі-тәңкі боп қайтқан-ай. Елмен бір кетуі керек пе, әлде осында қалып, оқудағы жалғыз ұлды күткені жөн бе? Жалғыз ұрпағын осында қалдырып, бәйбішесі екеуі қу бастар онда барғанда не марқадым табады? Бұлар онда, Қабдырақым мұнда, екі жақта сағыныш күйігін тартпай ма? Ақыры одан да ұрпақ тағдыры жеңіп шыққан. Құдайдың әмірі, осы ұрпақ мәселесі араға жылдар салып, Оралбайды әлсін әлі сынайтыны несі екен? Оралбай сол күні бас шарып, мойын соза бастаған бидай егісін аралаған болып, Жаманты заставасына таяу барып қайтты. Ана жылы шекараның бергі бетінде күзет жоқ сияқты еді. Ол кезде шекараны тек совет солдаты күзететін. Енді бажайлап қараса, сол Жамантыға тұспа-тұс Қытайлар да қызыл қыштан мұнара орнатып тастапты. Бұл ана жылғы көштен кейін іргетасын бекітіп, шекара күзетін күшейткені. Бірақ бәрібір осы шекарадан өтуден басқа амал жоқ, деді Оралбай, екі көзін заставаның ақ үйлерінен айырмай. Ол мен келінді көп ұзатпай, осы айдың ішінде шекарадан асырып жіберу керек. Аман есен арғы бетке өтсе, кері қайтара қоймас. Бір бастарына жан сауға сұрап, құрсағындағы перзентін ажалдан
алып қашқан анаға араз түспесе, қазақ мемлекетінің құрығаны емес пе? Қазір бұл елде Қазақстан туралы алып қашты әңгімелер көп айтылады. Ондағы қазақтар бай кедей болып екіге жіктеліпті. Байға жол ашық, кедейдің көрген күні қараң деседі. Орысша білмеген кісіге жұмыс бермейді екен дейді. Көшіп барған қандастарына пәлен жылға дейін куәлік бермей, тұрмыстан қатты қысады екен дейді. Ал қазір Оралбайдың оның бәрін ойлап жатуға мұршасы жоқ еді. Есіл дерті ұл мен келінді арғы бет асырып, әне-міне дүниеге келер ұрпағын сақтап қалу ғана болатын. Ол енді ат басын ауыл жаққа бұрды да күні бойы ойланып, табан тіреген тоқтамын кешке жақын төрт көздері түгел отырғанда жария қылды. Енді шақырту қағаздан үміт аз. Тіпті ол қағаз келген күнде де мұндағы өкіметтен рұқсат алып үлгермейміз. Сондықтан Қабдырақым мен Балқадишаны таяу күндерде ата жұртқа асырып жібергеннен басқа амал жоқ. Әкелері осын айтқанда ұл мен келіннің көздері алақандай болып, дауыстары қатты шықты. Қалай? Қайтып? Қадымгідей. Екеулерің шекараға түн жамылып барасыңдар да, Жаманты заставасынан ары қарай өте шығасыңдар. Бергі күзеттен аман өтсеңдер болғаны. Ар жақтағы қазақ шекарашыларына өздерің барып берілесіңдер. Ал Қытай жағы? Қабдырақым сөзінің аяқ жағын жұтып қойды. Мен бүгін шекараға дейін барып қайттым, деді Оралбай. Жамантыға қарама қарсы Қытайлар да мұнара патой орнатып қойыпты. Мен білетін Қытай болса, олар түн қараңғысында далаға шықпаушы еді. Олардың көзіне түспей, айналып өтуге әбден болады. Бұл сөзге жастар жағы иланғандай. Тек көңілі бос, уайымшыл Айтбибі ғана бірер ауыз сөз қосты. Шалау, не айтып отырсың? Шекарадан заңсыз өту соншалық оңай болып па? Әлі тумаған шаранаға бола қолдағы барымыздан айырылып қап жүрмейік, деп кемсеңдеп жылай бастаған. Қояры, жаман ырымды бастап не көрінді саған? Деп Оралбай кемпірін тыйып тастады. Шаранаң не айтып отырған? Біле білсең біздің болашағымыз сол шаранаға тіреліп тұр. Ол оспанның отын өшірмейтін жалғыз жарық шырағымыз. Ұрпағымызды тумай жатып, Қытайдың жалаңдаған пышағына қалай бере салмақсың? Ой Аллай, өз отбасыңның қызығын өзіне көрсетпейтін қандай заманға тап болғанбыз, деп шарасыз қалған Айтбибі өксіп барып тоқтады. Сол күннен тартып қызу дайындық басталған. Дайындық дегенде жолға алатын бірер қабат киімнен басқа не бар? Қабдырақым әзірше ешкімге сыр білдірмей мотоциклін дырылдатып, қаладағы қызметіне барып жүр. Оралбай оны бір рет күндіз, екінші рет кешке жақын шекараға дейін апарып жол көрсетіп қайтты. Екі ел күзетінің қалай орналасқанын ұғындырған. Кеш түсе апарған себебі түнде Жаманты заставасының шамдары жарқырап көрініп тұрады екен. Соған көзі үйренсін, адаспай тура барсын дегені. Қабдырақым біраз Қытай ақшасын долларға айырбастап алған. Үрімжардағы туыстардың адрес хаттары қалтада. Бұл аралықта жалғыз Оралбай емес, Қабдырақым мен Балқадишаны да адамдық, азаматтық намыс билеп алған еді. Сенімен санаспайтын, сені адам құрлы көрмейтін астамшыл дүлейлерге қарсы көтерілген ашу-ыза да жоқ емес. Екеуі де өз қандарынан жаралған жазықсыз нәрестені ажалға бермеуге бекінген. Әсіресе Балқадиша бүкіл жауапкершілік бір өзіне тіреліп тұрғанын сезінген сайын мазасыздана бастады. Бір оңашада Қабдырақымға: Әнеу күні дәрігерлер 2 айдай уақытың бар деген сияқты еді. Бірақ менің күнім одан гөрі таяу секілді. Іштегі батырдың ойнақ салуы әлей, деген күйеуіне жаутаңдай қарап. Шекараға жетпей туып қалмасам жарады. Не дейді? Ойбай-ау, онда асығуымыз керек қой, деді Қабдырақым да жол жүруді жеделдетіп. Бұл туралы Оралбай қарттың да өз байламы бар екен.
Баяғыда біреу қап, мен ұрлық жасаған күні айдың жарық болған-ай деп өкінген екен. Жалпы жасырын шаруаға аттанған кісіге айдың қараңғысы жақсы. Осы сендер шілде бітіп, тамыз басталатын өл арада аттанып кетсеңдер қайтеді, деген жастарға ақыл сала сөйлеп. Күн бұлтты, жауын шашын болса тіпті жақсы. Бұл сөзді ұл мен келін де құп көріп, алдағы сәрсенбінің сәтіне жолға шығуға келісті. Жалғыз ағаштан шекараға дейін 15 шақырымнан аспайды. Бірақ айы күні жетіп отырған ауыр аяқта елді сонша жерге жаяу сандалту ақылға сыйымсыз. Сондықтан шекара бойына жақындағанша екеуі Оралбайдың төртбеліне мінгесіп барды да, межелі жерге жеткен соң аттың шылбыр тізгінін қайтарып қоя береді. Сыралғы жылқы ешқайда бұрылмай ауылға келеріне күмән жоқ. Бәрі де сол алдын ала ойластырылғандай болды. Жолға алған киімдері әйтпебі тоқыған үлкен ала қоржынның екі басына сыйып кетті. Қоштасуы да тым ұзаққа созылған жоқ. Балқадиша екі қызының бетінен сүйіп, әуелі Құдайға, сонан соң енесіне тапсырды да, көп айналмай үзеңгіге аяқ салды. Сақтық үшін бұл жүрістерінің мәнісін қыздарына айтқан жоқ. Мәметек ішіндегі төркініне баратын кісі болып аттанып кетті. Ақ баталарын беріп, ата-баба аруағына сиынып, Оралбай мен Айтбүбі қалды арттарында. Орекең әсіресе өзінің келіне разы еді. Әйел басымен қайтпас қайсарлық таныттау. Сол сәт оның көз алдына ұядағы жұмыртқасын әлде бір терге орап алып, шеңгелдеп ұшып бара жатқан ана қыран елестеді. Ерлі зайыпты жастардың бұдан былайғы сапары әкелер айтқан жобадан көп ауытқаған жоқ. Белгілі межеге дейін төртөбел атқа мінгесіп келді де, шылбыр тізгінін түріп ауылға қоя берді. Шүкір, барар бағыттан жаңылмаған сияқты. Жаманты заставасының шамдары мен мұңдалып, бұларды қолаңқыға шақырып тұрғандай. Тура жүрген кісіге 4-5 шақырымнан аспас. Егістік жерлер осы арада аяқталып, бұдан ары боз жусанды, қараған тобылғылы дала басталған екен. Қабдырақым ала қоржынды иығына асып, Балқадишаны қолтықтап алды да, жаяу аяңдап жүріп кетті. Айналасына сақтана қарап, уақ-уақ тоқтап, тың-тыңдайды. Таяу маңда елең етер үн жоқ. Түн бояуы бетке жұғатындай қап-қараңғы. Бұлар осы үрдіспен 2 шақырымдай жол жүрді. Қабдырақым шақпағын жылт еткізіп сағатына қарап еді. Уақыт түнгі 1:30-нан асып барады екен. Бірақ көп ұзамай Балқадишаның жүрісі ауырлай бастады. Іші шеңберек ата кеуіп, құрсағында әлде бір бүлік басталған сияқты. Ауа жетпегендей тынысы тарылып, бұдан ары қозғалу қиын болған соң, бір түп қарағанның тасасына тоқтап, аз кем аялдады. Шыда, жаным, шыдашы, көп болса жарым сағаттық қана жол қалды, дейді Қабдырақым бәйек болып. Оған болып тұрма, мен білсем толғақ басталған сияқты, дейді Балқадиша. Әлдене шатыма тіреліп жүргізер емес, сонда да шыда. Толғақтың келіп қайтатын кезеңі болушы еді ғой. Сен қайткен күнде де шекараның арғы жағында босануға тиіссің, дейді Қабдырақым жанын қоярға жер таппай. Күйеуінің сөзі дем берді ме, Балқадишаның сәл де болса тынысы кеңіп, тағы да 1 шақырымдай жол жүрді. Бірақ жүрістері өңдейтін емес. Келіншек күйеуінің иығына асылып, шатқаяқтап зорға жүріп келеді. Бір тәуірі оң бүйірде қалып бара жатқан Қытай күзетінен еш белгі білінбейді. Соңғы жылдары шекараның бұл тұсында ары-бері қашып өту секілді оқыс оқиғалар болмағандай. Тыныштыққа бойы үйренген шекарашылар өне бойы сығалап қарап отыруды қойған сияқты. Алайда Балқадишаның бұдан ары аяқ басарлық халі жоқ еді. Су орып кеткен әлде бір жарлауытқа келгенде бүк түсіп отыра кетті.
Қабен, өлтірсең де енді аяқ басар шамам жоқ. Толғақ қысып тұр, деді қалтырай үн қатып. Әйткенмен шыда, шекараға дейін ұзаса 1 шақырымдай ғана жер қалды. Қабдырақым соны айтып, сағатына қарап еді. Уақыт түнгі 2:30-нан асып барады екен. Бұдан ары бөгелуге болмайды. Жазғы таң қысқа, көп ұзамай жерге жарық түсуі мүмкін. Ол әйелін сүйемелеп тұрғызды да, қарсыласқанына қарамай арқалап алды. Қабдырақым жасында спортпен айналысқан мелжемді мықты жігіт болатын. Әйткенмен ішті тысты 2 адамды көтеру оңайда шаруа емес. Амал не? Қайткен күнде де шекарадан өту керек. Ауыр жүк көтерген адам асықпай маң-маң басып жүре алмайды. Сондықтан ол Балқадишаның 2 қылтасынан ұстады да бүкеңге жөнелді. Айтты айтпады, шекараға мүлде аз қалса керек. Кенет алдарынан әкесі айтқан Қаракітат өзені шыға келді. Қабдырақым оған бөгелген жоқ. Тас-тастың арасымен сылдырла баққан өзенді етегімен кешіп өте шықты. Өзеннен өткен соң әйелін жерге түсіріп, аз кем тыныс алды. Толғақ шыдатпай тұрса керек. Балқадиша ышқына ыңқылдап, аузымен ауа қармай береді. Застава шамдары қол созым жерде тұр. Бірақ өзеннің арғы жағы едәуір өр екен. Не де болса шекараға жетіп жығылмаса болмайды. Сол оймен келіншегін арқалап алды да өрге қарай тырмыса жөнелді. Өне бойдан тер сорғалап құйылып жатыр. Спортта 2-ші тыныс дейтін болады. Соңғы күш, соңғы серпін. Көмбеге таянғанда Қабдырақымда да сол 2-ші тыныс ашылдау деймін. Тыңнан әлде бір күш қосылғандай алға қарай жан ұшыра жүгірді. Аяқ астынан көңілі көтеріліп, арқасындағы келіншегіне: тар төсекте қабырған қайсып, мені талай көтеріп едің, бүгін соның есесін бір қайтардың деп қалжындағысы келген. Бірақ оны айтып үлгерген жоқ. Кенет қарсы алдарынан қуатты фонар жарқ етіп: тоқта, кімсің деген әмірлі дауыс естілді. Қараса, автомат асынған 2 солдат тұр алдарында. Жетегіндегі қасқыр ит арс-арс етіп алға ұмтылады. Шекарашылар бірін-бірі арқалаған 2 адамды бір талайдан бері көріп отырса керек. Оншалық абыржымай бейқам тұр. Тәңірім-ау, екеуі де мұрттары жаңа тебеңдеп келе жатқан қазақ балалар. Соны көргенде Қабдырақымның арқасы кеңіп, жүйке жүйесі мүлде босап кетті. Көзінен жас парлап қоя берген. Жігіттер, біз қазақ жеріне өттік пе? Деген келіншегін арқалаған күйі. Өттіңіз. Өтсек, жеңгелерің толғатып келеді. Көмектессеңдер, деді Балқадишаны жерге түсіріп. Шекарашылар аяғын әрең басып тұрған әйелдің ауыр халін көрді де, артық сөзге бармай Балқадишаны сүйемелдеп ішке кіргізіп әкетті. Застава ауласында балапан теректер отырғызған шағын бақ бар екен. Толғатқан әйелді соның саясындағы әлде бір орындыққа жайғастырды. Біреуі осында қалып, екіншісі іш жаққа жүгіріп кетті. Сірә төтенше жағдайды бастығына мәлімдемек секілді. Қабен, осындамысың? Мені мына орындықтан түсіріп, көк майсаға жатқызшы, деді Балқадиша бір мезетте ықылық ата ышқынып. Содан шекарашы жауынгер екеуі 2 жақтап Балқадишаны бір келкі қырқылған көк шөптің үстіне жатқызған. Сыңайы жол бойы толғағы піскен іштегі жан иесі осы сәтте бар күшімен жарық дүниеге ұмтылған секілді. Соның арасынша іш жақтан застава бастығы аға лейтенант пен ақ қалатты әлде бір әйел де келіп қалған. Бірақ олар толғатқан әйелді қарап үлгерген жоқ. Дәл осы мезетте шыр еткен нәрестенің дауысы естілді. Мен келдім. Жарық дүние, аш есігіңді, деп жар салып жатқан секілді ажалдан қашып құтылған күнәсіз періште. Бұл кезде туған әйелмен
ақ қалатты дәрігер айналысып жатқанды. Ол бала, деді ол бір уақытта қызылшақа нәрестені жоғары көтеріп. Шекарада туды ғой, қай елдің азаматы дейміз мұны? Қазақстан азаматы, деп айқайлады Қабдырақым қуаныштан жүрегі жарыла жаздап. Сол үшін шекара бұзып, қашып келген жоқпыз ба? Бұл сәттегі Қабдырақымның көңіл күйі сөзбен айтып жеткізу қиын еді. Оспановтардың отын өшірмейтін тағы бір ұл келді дүниеге. Бұдан артық адам баласында қандай бақыт болуы мүмкін? Бәрінен де ауылдағы әке арманының орындалғанын айтпайсың ба? Соңғы айларда еңсе көтертпеген уайым, түсі қашып, түн қатқан мазасыз жүріс, қауіп қатер, шаршап шалдығу бейне біреу қолмен сыпырып алғандай лезде ғайып болды. Қабдырақым есін жиып қараса, Балқадиша да жаңа туған нәрестені де ішке енгізіп алып кетіпті. Манағы орындықта ала қоржынын құшақтаған өзі мен аға лейтенант қана қалыпты. Сіздердің жағдайларыңыз былайда түсінікті. Шамасы осы нәрестені ажалдан арашалап қашып келген адамсыздар ғой. Қалғанын ертең сөйлесерміз. Бүгінше демалыңыз, деп застава бастығы да орнынан көтерілді. Қабдырақым қатты шаршаған екен. Ақ жайма жайылған жайлы төсекте тұяқ серіппей қатып қалыпты. Таңертең оянса, кешегі қорқыныш, үрейдің бірі жоқ. Құр аттай сергек сезінеді өзін. Сол беті далаға шыққан. Таң алдында жаңбыр жауып өткен бе, ауа тап-таза. Айнала төңірек нұрға малып алғандай. Көңілге қуаныш ұялатады. Аулада кешегі аға лейтенант ұшырасқан. Арадағы әңгіме бұл жолы да қысқа болды. Үшінші бала. Тумай жатып пышаққа ілінетін болған соң, ата жұртқа алып қашып келген бетім осы. Түсінесіз ғой, оның үстіне екі қыздан кейінгі ол бала, деп Қабдырақым өз жағдайын баяндап келді де, қалтасында жүрген Үржардағы туыстарының хаттары мен адресін көрсетті. Осыларға жеткізіп салсаңыз, сіздерге масыл болмаймыз. Застава бастығы Үржардан келген хаттарға көз жүгіртіп қарап шықты да. Туыстарыңыз бізге көрші жап жақын жерде екен. Соған қарамастан 4-5 күн күтуге тура келеді. Түсінесіз ғой, шекараның өз тәртібі бар. Елімізге сырттан келіп қосылған 3 бірдей адамды қабылдау үшін жоғары жақтың бекімі керек, деді Қабдырақымнан кешірім сұрағандай. Үржардағы туыстарыңызға хабарлаймыз. Жас нәресте сәл шираған соң туыстарыңыз келіп алып кетер. Не біз апарып саларымыз. Қабдырақым таңғы астан кейін Балқадиша жатқан бөлмеге кірген. Міне тамаша, келіншегі кіршіксіз аппақ төсекте демалып жатыр. Қасында құндақтаулы баласы. Ауырынан жеңілдеген Балқадиша көңілді екен. Қалжасы жағып, қаны бетіне теуіп, бейне көктемгі даладай бусанып отыр. Атамның арманы бір ұл еді. Көп машақатпен қашып пісіп жүріп, оғанда қолым жетті-ау, деді күйеуіне еркелей қарап. Ұлыңа ат таптың ба? Кім деп қоятын ойың бар? Қабдырақым ұйықтап жатқан нәрестені қолына алып, құшырлана иіскеді. Салмағы әжептәуір. Айнымаған Оспановтардың пародасы. Маңдайы дөңес, қошқар тұмсық. Атын Жошы қоям, деді ол лепіріп. Шыңғысқан бабамыз баяғыда жолда туған тұңғыш ұлының атын Жошы қойған екен. Мұның есімі де Жошы болады. Қойшы, атын Аблай қоямын дейтінің қайда? Деді Балқадиша хош көрмей. Жошы бүкіл қазақ хандарының, сол қатарда Аблайдың да атасы, деді Қабдырақым алған бетінен қайтпай. Енді еркін елге келдік қой, бәлкім келесі ұлдың атын Аблай қоярмыз. Мұндай ұйғарымға Балқадиша да қарсы емес сияқты. Кенет сәл мұңайған түрге енді де. Қазір ауылдағы атам мен апам не күйде екен, деді ата енесін еске алып. Мұна жаман немересін көрсе, атамның төбесі көкке жетер еді-ау.
әрі беріден соң осы сапарды ойлап тапқан сол атам емес пе? Айтпақшы, біздің ауыл осы арадан жап-жақын. Соткамен сөйлесуге болатын шығар, деді Қабдырақым ойына әлдене түскендей. Соны айтып, белдігінде жүрген телефонға қол созған. Қап, аттанарда асығып жүріп соткасын тоқпен суаруды ұмытып кетіпті. Қуаты бітіп қалыпты. Сотка алуын алады, бірақ ол үшін застава бастығынан рұқсат алу керек шығар, деді Балқадиша. Қабдырақым қолма-қол аға лейтенантқа жолығып, өзінің өтінішін айтқан. Біздің ауыл осы арадан ұзаса 15 шақырымдай. Біздің әкей бізден хабар ала алмай, қатты мазасызданып отырған шығар. Телефон номерін берсем, бізді аз уақытқа жалғай аласыз ба? Жалғауға болады, тек 3-ақ минутқа, деді застава бастығы. Соны айтып, белбеуінде жүрген рацияға Қабдырақым айтқан номерді терді де. Алло, бұл Оралбай ақсақал ма екен? Сізбен қазір балаңыз сөйлеседі, деп рацияны мұның қолына ұстатты. Әкесі күтпеген жерден кіммен сөйлесерін білмей есі шығып тұр екен. Көке, бұл мен ғой, Қабдырақыммын, деді бұл байсалды тіл қатып. Жолымыз болды. Көздеген жерімізге дер кезінде жақсы жеттік. Осында келісімен Балқадиша аман есен босанып ұл тапты. Ана жақтан, Құдай, ақсарбас, деген әкесінің қуанышты даусы естілді. Алла тағала жолдарыңды оңғарсын. Үржардағы туыстарға хабарластыңдар ма? Оларға хабар кетті. Жақында барамыз ол жақа. Барсаңдар айтыңдар. Олар енді Айтбөбе екеумізге шақырту жіберсін. Алаңдама көке, біз әлі қайтадан қауышамыз. Осы араға келгенде рацияның уақыты бітіп, әңгіме үзіліп кетті. Уақа емес, үзілген әңгіме қайтадан жалғасар. Ең бастысы, үзіле жаздаған өмір өз жалғасын тауып, Оспановтар әулеті ата жұртта жаңа өріске шықты ғой. Апатты жағдай артта қалды.